Сәлем достар, бүгін бізде жаңа сабақ, міндетті түрде видеоны толық қарап, біздің арнамызға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Біздің бүгінгі жаңа сабағымыз кімдікі? Біз білеміз, қазақ тілінде бір сөз болғанмен, ол орыс тілінде бірнеше сөзден тұрады. Яғни чей, чия, чио және чи. Осы сұрақтар арқылы сіздер кімдікі деген сұрақтың жауабын таба алады екенсіздер. Міндетті түрде көріп шығыңыздар, мысалмен түсіндіремін. Чей деген бізде мужской родтағы сөздерде қолданасыздар. Мысалы, чей шкаф, чей словарник, чей тигр, чей телефон, чей дедушка, чей блокнот, чей папа. Ал келесі чия. Чия бізде женский родтағы сөздер. Мысалы, чия глаза, чия корова, чия мама, чия сумка, чия книга, чия ручка. Бұл бізде женский родтағы. Ал средний родтағы сөздерге чио сөзін қолданамыз. Чио солнце емен бітіп тұр. Чио время, чио яйцо, омен бітсе. Чио кольцо, чио озеро, чио платье, средний род. Мысал мен қазір көрсететін болам, көріп алыңыздар. Чей – это телефон, это наш телефон. Чья – это комната, это ее комната. Чио – это платье, это мое платье. Родтарға байланысты қолданылған. Ал көпше түрде не қолданамыз? Ол кезде чи сөзін қолданады екенбіз. Чи цветы, чи помидоры, чи деньги, чи книги, чи девушки, чи машины. Яғни көпше түрдегі сөздерге чи сұрағын қолданамыз. Чи – это фрукты, это его фрукты. Қазір сіздермен сабақты түсінсеңіздер, тапсырма орындап көрейік. Яғни суреттер беріледі, сол жерге сіздер чия, чей, чио және чи деген осы сұрақтарды қойып тауып көрулеріңіз керек. Ал кеттік. Зеркало. Бізде бұл средний род болып тұр, сондықтан бізде чио сөзін қолданамыз. Чио зеркало. Келесі туфли. Туфли бізде көпше түрде тұр, сондықтан біз бұл жерде көпше түрде чи, яғни чи туфли. Келесі банан. Банан бізде мужской родта тұр, сондықтан біз мужской родтағы сөздерге чей сөзін қолданамыз. Яғни чей банан. Келесі клубника. Клубника бізде женский родта тұр. Женский родтағы сөздерге біз чия сөзін қолданамыз. Яғни чия клубника. Келесі помидор. Помидор бізде мужской родта тұр. Сондықтан чей сөзін қолданамыз. Яғни бұл жерде чей помидор болады. Келесі письмо. Письмо деген сөз бізде средний род болып тұр. Средний родтағы сөздерге чио сөзін қолданамыз. Яғни бұл жерде чио письмо. Келесі тарелка. Тарелка деген бізде женский родта тұр. Сондықтан біз чия сөзін қолданамыз. Яғни чия тарелка. Келесі футболки. Футболки бізде көпше түрде тұр. Көпше түрдегі сөздерге біз чи, яғни чи футболки болады. Солнце. Солнце бізде средний родта, средний родтағы сөздерге чио сөзін қолданамыз. Яғни бұл жерде чио солнце болады. Ал достар, сабақ түсінікті деген ойдамын. Қай кезде чей, чия, чио қолданатынды білдіңіздер. Ал сіздерге рахмет, біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.